Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Салихова Маржанның «Бала тағдырымен ойнаған» атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Қала өмірінің бірі еді. Қара шаңыраққа ие болып қалатын Бақтияр отбасылық өмірінен қол үзген-ді. Өзінің жақсы көріп, бас қосқан сүйгенінен анасы үшін бас тартты. 2 жыл отбасы болып тұрған өмірі бір күнде тас талқаны шықты. Себебін сұраған тумаласта ағайынды аз емес. Бірақ берілер жауап біреу. Қатын жаман, бөлек кеткісі келді. Төркінге шапқылаған келін осы үйге келін болып оңбады. Қабағы бір ашылмады. Үнемі көгеріп сазарып жүреді. Не бала тумады. Бірдеңе десе адаммен бет алысып жоғысып керісетін кесапат келін болды деп Бақтиярдың анасының жылап-жылы жауып қоя салатын. Қосылғанын қалаған тумаластарға да берілген жауап та осындай болды. Кеткен әйел кетті. Әр бала үшін анасынан артық адам жоқ деген ұран Бақтиярдың да санасында самғап тұрды. Осылайша бәріне әйелін кінәлап, ол да бір жола Мадинадан бас тартты. Барлық сезімін құлыптап, отбасылық өміріне тез нүкте қойды. Осылайша өмір жалғасып жатты. Бақтияр да бойдақтық өмірге, анасымен тұрып келген тыныш дағдылы өміріне тез оралды. Жұмыс үй деп жүргенде арада 2 жыл өте шықты. Өмір адамдарды тоғыстырудан жалыққан ба? Бақтияр да өзіне жақын бір қызды өмір жолында кездестірді. Кезіккен қызды Бақтиярдың көңілі ұнатып қалды. Тұмармен кездесіп жүріп, бірге өмір сүруге, 2-ші рет отбасылы болуға шешім қабылдады. Бірақ Тұмар Бақтиярдың өткенін біраз қабылдай алмай жүріп, санасын сезімге жеңдіріп, келісімін берді. Жасы 30-ға жетіп 2-ші рет отау көтермекші Бақтияр мен Тұмар бақытты еді. Сол тойдың алдында 1 апта бұрын өзінің бұрынғы жарын кезіктірген болатын. Біраз бір-бірін сырттан бақылаған Бақтияр мен Мадина сәті түсіп, амандасып тілге келді. Мадинада тұрмыс құрған бақытты әйел. 2-ші жолдасының ұлы бар екен. Бақытты екен. Бірақ сөз арасында Бақтиярға бақытты тіледі. Біраз үнсіздіктен кейін Бақтияр сөйлегісі келген болатын. Бірақ Мадина сөздің басын Бақтиярға тұрмысқа шығып, қателік жасағанын, өкінетінін, қазір сол қателігімнің жемісі шығар, өміріме жақсы нағыз ер адам жолығып, бақыттымын деді. Бәрінен бұрын Бақтиярға өкпелі екенін, өзін бір ретте тыңдамай, керек емес зат лақтырып салғанына ренжулі болғанын айтты. Онымен бірге тұрған жылдарының босқа кеткеніне өкпелі болғанын айтты. Кезінде бір ауыз сөз күткен Мадина әңгіме соңында Бақтиярдан «Алғалы жатқан жарыңды бақытты қыл» деді. Бірақ Бақтияр өзінің анасына шаң да жуытпай, жай ғана теріс айналып кетіп қалды. Той күні ештеңеге көңіл алансыңыз. Жас жұбай той керемет өтіп жатты. Бақыттың шыңында шалқыған Бақтиярдың көздері жайнап жанып жүрді. Бастапқы кезде бәрі керемет еді. Уақыт, апта, ай өте келе жалғыздыққа бойы үйренген анасы Тұмармен жағаласып, ас үйдің төрінде жүрді. Бір нәрсесі ұнаса, енді ұнамаған бір нәрсесі үшін сөгіп салатын. Таңнан кешке дейін жұмыстағы Бақтиярдың бұдан хабары да жоқ еді. Кейде Тұмардың көңілсіз жүргенін көріп, не болғанын сұраса, алатын жауабы жай ғана ауырып тұрмын. Осылайша қысылып, қымтырылған өмірде Тұмар да қысылып өмір сүріп жатты. Аяғының ауыр екенін білген Тұмар жолдасы Бақтиярды да қатты қуантты. Бірақ бұл қуаныштың бағының гүлі Тұмар үшін көпке бармады. Армандап ойлағанындай тыныш қана бұл жүктілікті өткіземін бе деген Тұмарға оңай өтпеді. Токсикозбен әлсіреп ауырып қалған Тұмарды енесі таңнан кешке дейін түртпектеп жатқыза қоймады. Әлсіреп жүріп, ананы мынаны жасап, қолы босай қалса қисайып жата кететін Тұмар кешке дейін сілесі қатып, ұйықтап қалғанды. Осындай сәттерінде қолдап, әйел ретінде жанашудың орнына Бақтиярға соғып, аңылдап, келіні Тұмарды солай сойып жамандаумен жүрді. Кейде тіпті үйдің шаруасымен өзі айналысып, содан кейін ауырып та қалатын анасы кешке тұрмастан жата кететін. Шешесінің жағдайына, сөзіне сеніп,
Жұмыстан келе сала Бақтияр Тұмарға тиісетінді шығарды. Ол оның жағдайын түсініп, Бақтияр анасына бір ауыз сөз де айтпайтын. Сондай қолдауға зәру Тұмар іштен тынатын. Бұның бәрін іштен білген Бақтияр анасына: «Мама, Тұмар кішкене ауырып жүр екен. Үйдің шаруасы жасалар. Ешқайда қашпайды ғой. Не бар бітпей жатқан? Бір тамақ қой. Бәрі уақытша ғой. Тұрады ғой» деп айтқысы келгенмен, өзін баққан анасына айтуға батылы да жетпеді. Тұмардың жүйкесінің тозғаны соншалық, сәл нәрсеге бола ағыл-тегіл жылайтын. Баласының жағдайын анадан басқа кім сезеді? Анасы қызына жұбаныш болсын деп, ақыл мен жылы сөзін айтып, арқасынан қағып қолпаштайтын. Сондағы анасының сөзі: «Ененің басы жастықта жатып, аяғы көрге симай жатқан адуан, көкбет, жаман болса да, оның бір жақсылығы бар. Ол сенің сүйген жарыңды дүниеге әкелген анасы ғой» дейтін анасы. Анасының сөзінен кейін ашуын ақылға үнемі жеңгізген Тұмар үндемей ғана ұрыстан құтылатын. Оның үстіне төркінге жібермей, артық қадам жасатпай, басқан қадамын аңдумен жүретін. Анасының туған күні жақындаған Тұмар Бақтиярдан рұқсат алып, баруға дайындалып жүрген. Бірақ сол күннен бастап енесінің бір қабағы ашылмады. Сөйтсе, ол үйге достарын шақырып қойған екен. Тұмардың тілі шығып: «Мен қала алмаймын. Бір апта бұрын анамның туған күні деп айтып жүрдім. Соған барамын деп рұқсат сұрап та қойдым. Басқа күнге шақырсаңыз болмады ма?» деп еді. Енесі шабалаңдап айқайға салды. Үндемей отыра берді Тұмар. Енесіне барамын, кеткенімше дастархан жасап кетемін дегені сол екен. Енесі одан сайын айқайға салып сөз арасында: «Келінсің бе? Соған лайықты жүр. Не ол қит етсе үйіңе шауып, сол туған күн сенсізде өтер» деген сөзді естіген Тұмар бөлмеге кіріп кетті. Артынан енесі де бөлмеге кіріп: «Осыдан қазір кетсең, бұл үйдің есігі саған енді қайтып ашылмайды» деді. Үндемей Тұмар біраз енесіне қарап тұрды да шығып кетті. Далада жүріп ашуын басып, үйіне анасының туған күніне келді. Кеш болды. Үйге қайтатын болып, Бақтиярға қоңырау шалды. Бақтияр «Иә» деп зікілдеп телефон тұтқасын алды. Тұмар не дерін білмей: «Бақтияр, мені үйге алып кетесің бе?» деп еді. Бақтияр Тұмарға аузына келгенді айтып, анасын сыйламайтын қатынның керек еместігін айтып, оның үйге келмеуін, заттарын жинап алып кетуін айтты да телефонды қоя салды. Сөзге келмей жылап қалған Тұмар анасы мен әкесіне келіп бәрін айтты. Ер адам басымен әкесі қызының жағдайына қатты налып, шешенің де сөзін тыңдамай құдағайдың үйіне барамыз дейді. Екі түннің ортасында әкесі, анасы, Тұмар Бақтиярдың үйіне келді. Есікті қақты. Есікті анасы ашты, жақтырмай кертең деп: «Құдағай, не аманшылық жоқ, не шығың, не кірің» демей, үндемей ішке бөлмеге қарай кіріп кетті. Артынан кіріп келген Тұмардың әкесіне не көрпе жаю жоқ, не отыр деу жоқ, өзі-өз үйінің төріне барып қайып отырып алды. Құдағайының қылығы мен түрі қарап, Тұмардың әкесі: «Құдағайымыз қазір сөз ұғатын жан емес, жинаңдар киім-кешектерді» деді қызы мен әйеліне. Ана жазған шырылдап құдағай дей беріп еді: «Мен ешкімді тыңдауға шамам жоқ, қыздарыңды алып кетің, шаршадым» деген қысқа жауаппен Тұмардың анасының бетін қайтара салды. Сол арада үш үлкеннің арасында үлкен даудың беті ашылды. Тұмардың әкесі мен анасы қыздарының жағдайын ойлап шырылдаса, Бақтиярдың анасы өз қарабасының өктемдігін ойлап әлек. Сол арада ашулы тұрған әкесі: «Менің қызым сізге несімен ұнамай қалды? Тамағыңыз пісірмей жүрме, шайыңызды бермей жүрме, жеті атаңызды түгендеп күнде сізбен керісіп түгендесіп жүрме? Түсінбедік қой, 1,5 жыл бойы бірге тұрған қыз біздің қыздың сізге несі ұнамағанын? Түсінбеймін құдағи, сізге не жетпей жүр? Бар болғаны 3 ақ түйір жансыздар. Балаларды қолдап, ақыл айтып отыратын кісісіз ғой. Бірі емес, екі емес, айналдырып келіп ақылшақтай келініңізбен алысып болдыңыз. Айтыңыз ал білейік, Тұмардың да кінәсін, не кінә тағатыныңызды. Кет дейтіндей ол сонша не істеп қойды?» деді.
Бақтиярдың анасы да қақылдап қоятын емес. Айтқаны, қызыңыз әуелден маған ұнамаған, алда да ұнамайды. Болды, алып кетіңіздер. Шаршадым, қыздарыңызға шыдауға шамам жоқ. Ісі де, өзі де құрысын. Балама сай емес. Әуелде айттым, тыңдамады. Қатын болатын жан емес деп қойды ма, алды. Енді болды, бітті. Балама басқа қатын, қызыңызға бай табылары хақ. Бала деп ауыз ашпаңыздар. Бала қайда қалмай жатыр. Барар керек болса бала, шешесі керек болса оны көрер деген жауапты айтты. Тұмарды ойлап тұрған ешкім жоқ. Бірақ Тұмардың анасы өте сабырлы, жуас, арлы жан болса да, бұл жауапқа үнсіз тұра алмады. Бірақ балаңызға ұялмасаңыз, үшінші қатын, ол ұнамаса оны жіберіп, төртіншісін, тағысын алып беріп, өмірін ойыншық қылыңыз да, мешкей деген ат беріңіз. Балама, бұл баланы тіпті ойламаңыз, ауыртпалық салмайды. Еркек болып әкесі екенін мойындаса, атына алар. Еркек ез болса, өкпеміз жоқ балаңызға. Ана деген бұндай болмас еді. Қайдан сізді құдағи не ойлайтыныңызды? Қате бәрінде болады. Бірақ үнемі сол қателікті Тұмар жасап келе жатпаған шығар. Жас шығар, бәрімізде де жас болдық. Аман болыңыз деп, Тұмарды киім-кешегімен жетектеп шығып кетті. Тұмар да анасының жетегімен есіктен үнсіз шығып кетті. Ішінде 7 айлық сәбиі бар тұғын. Бұл есіктің енді біз үшін мәңгіге жабылғанын әкесі Тұмарға айтты. Келемін деуші болма деген соңғы сөзді де, нүктені де әкесі қойды. Таңертең ертесімен Тұмардың әкесі жиһаз жинайтын бригада жігіттермен Бақтиярдың үйіне барып, Тұмардың бүкіл жиһаздарын бұзып жинап алып кетті. Бақтиярдың түрін көрген әке жағасына жабысып, бір шапалақпен жағынан беріп жіберді. Ашулы әкенің ызасы ішіне симай, еркектік бір қасиетін қалды ма сенің? Бір отбасының басы, тірегісің, бір емес екінші рет отбасыңды ұстай алмай, енді көрінбек өзімізге деп, есіктен шығып кетті. Еркек еркектің ісіне араласып, араша түскен шеше, қатындық тірлікпен шыңғырып, долыланып аузына келгенін айтып жатты. Бақтияр болса, өзінің қылығын тіпті мүлдем ұят санап, қателік жасағанын мойындап та тұрған жоқ. Ол ішіндегі анасының сөзі бар. Анасының оқытуы мықты. Бақтияр, анам мені жесір жүріп, бақты, еш қиыншылық көрсеткізбей ер жеткізді. Ешкімге тұрмысқа да шықпайды, қалды біз үшін, мен үшін өмір сүрді балам деп. Бұл сөздің бәрін анасы қит етсе баласына айтып, өзін бір өмірдің жәбірленушісі көрсететін. Осындай қайрайтын сөздерден кейін балада анасына аяушылық сезімі туындап, тек анасының сөзі дұрыс көрінетін. Уақыт өтіп жатты. Бақтияр іштей әйелін сағынғанмен амалы жоқ, анасынан аттап бара да алмайды. Телефон соғып жағдайын біле де алмайды. Ал анасы болса, бұрынғыша өзі би өзі қожа жүргенін емес. Баласының жағдайына көңілі еш алаңсыз, анаға сондай жаман ана болар ма едіңіз деген сұрақ қойылмайтын. Бірақ жақын тумалары Бақтиярдың бұлай жүргенін дұрыс көрмей, үнемі Бақтиярды үгіттеп сөйлес Тұмармен, алып келде бөлек тұрып көрің, аналарыңа келіп көмек етіп тұрасыңдар деп, шырылдап жаны ашитындар да аз емес еді. Себебі анасының күйін жайын білетін жандар да аз да емес. Себебі анасы жалғыздыққа, еркіндікке бас ұрған жан. Келінмен бірге тұру үшін қызылумен қамтырылып жүру болды. Бірақ Бақтияр өзінің анасына бір үлкен қарыздар адамдай, анасының алдында жауапты екенін біліп, ол кісінің көңілінен асып кете алмады. Себебі кеткен қатынды жамандап, анасын мақтап кезінде қандай қиыншылық көргенін, ақ сөтін айтып жақтағандар да көп еді. Екі оттың ортасында Бақтияр өзі қалды. Көңілдегі сан сұраққа табылған жауап жоқ. Осылайша Бақтияр бәріне көніп жүрді. Арадағы уақыт болса өтіп жатты. Тұмардан бір хабар жоқ. Өмірге сәбиін әкелетін кезеңде күні де таяу. Көңілінде қорқынышы бар Тұмар баласын өмірге әкелуге дайындалып жүрді. Қыздарының көңілі түспес үшін ата-анасы қолдарынан келгенше көңілін аулап әлегеді. Кештің түні Тұмар өзін жайсыз сезініп,
Анасы екеуі ауруханаға барды. Шынымен де, бөпесінің өмірге келуіне аз қалған екен. 12 сағат толғақпен сәбиін өмірге әкелген Тұмар қасында анасына үлкен рахметін айтып, жылап алды. Есін жинап, палатаға ауысқан Тұмар сәбиіне біраз қарап отырды да, суретке түсіріп, өзі Бақтиярға жіберді. Тұмар қатты үміттенген Бақтиярдың келетініне. Бірақ Бақтияр емес, оның анасы Тұмардың ата-анасына келіп, біраз дау шығарып кеткенін, телефон арқылы әкесінен қиыстып қатты ренжіді. Әкесі де Тұмарға ренжіп бұрынғы айтқанын есіне ашумен салды. Дәлізде тұрып өзінің қандай жағдайға тап болғанынан ойлап, жылап қалды. Ол шындығында Бақтиярды сүйетін еді, келетініне сенімді болған. Оның келмегеніне қатты қынжылып, жаны ауырды. Енді оны күтпейтінін айтып, өз-өзіне серт берді. Арада 3-4 күн өтті. Ұлымен үйге шығатын күн еді. Қуаныштарында шек жоқ. Ата-анасы жиендері үшін бәрін жасап әлек. Ұлы тойдың басы осы ма? Барлық ағайынды жинап, Тұмар мен балапанға келді. Осындай қуанышты әкесі мен анасынан үлкен қолдау алған Тұмар біраз көңілінен босап, жылағанын баса алмады. Үйге келді. Қызықтағандары жиендері болды. Бақтияр болса, екі оттың ортасында не істерін білмей жүр. Ер адамдық тірлікке салынып, бәрін жеңілмен саралап келген Бақтияр көп ойланып, баласына барғысы келіп, анасымен сөйлескен болатын. Бірақ анасынан қарсылық жауап алған Бақтияр, қалай болмасын барамын деп, анасына үзілді-кесілді жауабын айтты. Сол күні кешке анасының қан қысымы жоғарылап, ауырып қаладымыз. Бірақ ол кісінің жәбірленуші рөлін жақсы сомдайтын Бақтияр анасына жедел жәрдем шақыртып, керек көмекті көрсетті. Таң атты. Таңғы асқа келмеген анасына барып еді. Анасы бармайтынын, өзін керек етпейтін жандармен бірге отырмайтынын айтып, баласына қысым көрсетіп біраз жылады. Есікті жай ғана жаба салған Бақтияр ас бөлмеге келіп енді қайтсем болады деп біраз ойланды. Ойының жетегі жеткізер емес. Оның бала көңілі анасының сөзінен аттап кете алмады. Ақыры барамын дегені, айтқан сөздері де артта қалды. Бұл жолы да анасы өзінікін жасап тынды. Арада уақыт өтіп жатты. Тұмар үшін бәрінің нүктесі қойылды. Соңғы үмітті сөнгенді. Ұлы неме келеді деген үмітпен Бақтиярды күткен сайын үміті сөніп сенімі арбай берді. Сол үшін де ең бірінші шешімді Тұмар өзі қабылдады. Ол ажырасуға өтініш беріп, құжаттарға қол қойды. 2 аптаның көлемінде бұл құжат Бақтиярдың да қолына тиді. Бақтияр соттан келген хатты ашып, оқыды да үнсіздікке бой алдырып, сыртқа шығып кетті. Артынша анасы хатты көріп, қуанып, ақыры құтылдым-ау деп біраз сенбестікпен келген хатты бір ашып, бір жауып, тез арада ажырастыруым керек деп, анда-мында соғып, шайын ішіп отыра берді. Ал Бақтияр болса шыққан күйі Тұмардың үйіне келді. Телефонын алып Тұмарға соғып еді, бірақ Тұмардың телефонды сөндіріліп тұрды. Кіріп баруға оның жігері мен батылы жібермеді. Біраз күтіп есігінің алдында отырды. Шығатын Тұмар жоқ. Күтуден торыққан Бақтияр Тұмардың есігін барып қақты. Есікті Тұмардың анасы ашты. Сәлемдесіп амандасқаннан соң анасынан Тұмарды шақыруын өтінді. Арғы бөлмеден шығып келе жатқан Тұмарды көріп, оған бері қарай шығып кетуін сұрады. Тұмар да анасына қарап бәрі дұрыс деген ыммен тысқа шықты. Екеуі біраз отырып, әңгіменің басын неден бастарын білмеген Бақтияр бірінші сұрағаны неге ажырасуға арыз жаздың дегені еді. Тұмардың ішіндегі ашуына бір зат түрткі болуы керек пе еді. Әйтеуір сол жерде барын айтып, ішін босатып алды. Өзінің кезінде Бақтиярдың қуғанын, ата-анасының бір ретте өз анасындай сыйламағанын, ең сорақысы өзін керек емес нәрседей оңай лақтырып ұмыта салғанын айтып, бір жылап алды. Өзін өзі сол жерде жұбатып, баласын керек етпеген адамнан мен бір нәрсе күтуім тіпті ақымақтық қой деп жылағанның артынша мысқылдап ашумен күлді.
Бақтияр, кезінде балаңды іздемедің, келмедің ғой, осыншама қатыгез, ақымақ болармысың? Өз балаңды өзімдікін деп мойындауға батылың жетпегенде, анаңнан асып өте алмағанда, енді не деп келіп тұрсың бізге? Осымен бәріне нүкте қоямыз. Менің де арым, намысым бар, туғаным туысым бар, ең қымбат жанымда ата-анам бар. Мен олардың сөзінен аттап, ештеңе жасамаймын, деді Тұмар. Бақтияр ақталып, кешірім де сұрап отырды. Бірақ Бақтиярдың сөзін тыңдағысы келіп отырған Тұмар жоқ еді. Тұмар ашу мен ызаның шоғымен одан енді келмеуін, іздемеуін айтып өтінді. Үш өмір, бір отбасының тағдыры шешілген күн. Тұмар мен Бақтияр ажырасып тынды. Әркім өз таңдауын жасап, жеке жолмен өмірлерін сүріп кетті. Бірақ Бақтияр үшін ең үлкен соққы болған анық. Ол тіпті баласында көре алмайтын болды. Осылайша Тұмар үшін жаңа өмір бастап, бәрін ұмыту басты. Анасы сол баяқшы өз өміріне өзі жан болып, Бақтияр үшін қатынның тізімін құрып әлек болды. Бірақ қазір үйленуге құлқы жоқ. Бақтияр үнемі қашумен жүрді. Қашуының себебі Тұмар еді. Екеуі сырттағы адамдардан тығылып, бір-бірімен кездесіп жүргенді. Бір-бірін ұмыту, қарсы тұрып, қосылу қолдарынан келмеген соң, осындай шешімге саналы түрде барғанды. Қыз бен жігіт болып кездесіп, ортақ балапандарын қызықтап жүрген сәттері олар үшін ең бақытты сәт. Бақтиярдың анасы алған бетінен тайынбай, үшінші рет үйлендірем деген оймен баласының мазасын ала берді. Ең соңғы малы үйге қызды шақырумен тынды. Баласына бір ауыз ештеңе айтпастан танысының қызын үйге шақырған екен. Осы кеште Бақтияр мәжбүрлі түрде таныстырып дастархан басына отырғызды. Екі кештің ортасында екеуінен жұбай жасаймын деген анасы үшін де, баласы үшін де үлкен даудың басы болды. 7 ай Тұмармен кездесіп жүрген Бақтияр ағасына отбасынан бас тартпайтынын және Тұмардың екінші рет аяғы ауыр екенін айтты. Ішкенің ірің еткен ана баласын шапалақпен салып жіберді. Баласына біраз қарап отырды да, менің берген ақ сүтімді ақтамадың, Бақтияр. Аналық батамды саған бермеймін. Сол бір салдақы, сормаңдай, қаңғыған қатын үшін мені ет қылып отырсың. Қара мына шешеңді, жесір шешеңді. Ол бала сенен бе, әлде басқадан ба? Сен қайдан білесің? Бір уыс жеріне бола қатынның, мына анаңның ақ сүтін, маңдай терін ұмытқаның ба? Бар онда, енді мұнда келме мен іздеп. Сенде шеше жоқ, әке де жоқ. Мен саған аналық батамды бермеймін. Шешеңді жылатқан сенің жолың болса, кет құры деп, Бақтиярдың кеудесінен итеріп есіктен шығарып жіберді. Есікті тарс етіп жапқан бойы, ашумен Тұмардың әкесі мен шешесіне соғып қыздарының не істеп жүргенін айтты. Оны мүлдем қабылдамайтынын және ішіндегі некесіз баланың кімнен екенін біліп беруін әкесінен өтінді. Оны естіген әкеше ашумен не қыларын білмей, қасында тұрған Тұмардың анасын шапалақпен ұрып жіберді. Осы ма еді берген тәрбиеміз қызымызға? Жер қылды ғой мына бізді. Осындай күтпей едік. Елге қай бетімізбен қараймыз дегенін жасап, көңілі түспесін. Адам болсын десек, баяғы шұңқырына қайта түскені қайсасқаны деп айғайға салды. Бұл әңгіменің шетін естіген ағасы сыртта келе жатқан Тұмарға тапа бас салып, итеріп жығып ұрып, теуіп тастады. Есеңгіреп жатқан Тұмарды көрген анасы шырылдап ажыратып, артынша әкесін шақырып, ауруханаға алып кетті. Жан-жағынан естіген даусы Тұмардың өлсе өлсін деген еді ағасының. Ауруханаға кіргенін білген Тұмар артынша не болғанын білмейтін. Есін жинаса ол ауруханада жатыр екен. Ішіндегі бөпесі жоқ. Есін жиып, дәрігердің айтқанын тыңдаған күйі, іштен тынып, өксігін ішке жиып, тек өзінен аққан өкініштің жасы болатын. Тұмардың жағдайын естіген Бақтияр ауруханаға келді. Ішке кірген Бақтияр Тұмарды көріп шыдап тұра алмады. Тұмарға не айтарын да білмеймін. Қасына келіп қолын қысып біраз отырды. Шығып кетті. Жол бойы ашуы бойына симай,
Тұмардың үйіне келіп, баласын алып кететін болды. Үйге келді. Үйде жүрген ағасын көріп, жаға тересіп, ең соңғы бірін-бірі сілкіп-сілкіп алды. Араша боламын деп жүргенде, анасы басын есікке ұрып, шекесін жарып алғанды. Есіктен алқынып шыққан Бақтияр үйіне келіп, киім-кешегін жинап алды да, шешесіне де қарамай шығып кетті. Ауруханадан шыққан Тұмарды Бақтияр күтіп алды. Баласы үшеуіне жалдамалы пәтер алып, сол жерде үйдің реті келгенше тұрақтады. Өмірдің ащы иірімінен өту үшін бұл отбасыға уақыт керек. Сол уақыт ең бірінші Тұмарға қажет еді. Ал Бақтияр Тұмарға қорған бола білу еді. Әке-шешесінің көңілін қалдырған Тұмар өзін екі оттың ортасында тұрғандай сезінді. Бір жақта баласы және оның әкесі, екінші жақта ата-анасы, бауырлары. Өзін өзі кешіре алмай талай күндер өтіп жатты. Арада ене-енелігін жасап, екі жасқа тыныштық бермесі анық. Күнде ауырып, баласын үйге шақырып, өзіне аяушылық сезім ояту үшін түрлі айлаға басырды. Бәрінен дымда шықпаған шеше, ең соңы қара күштің иесі, дуа жасауға бел буды. Кек пен ызаның күші, өзімшілдік эгосы шешенің ақылын улады. Осылайша, ана өз баласын өзіме қайтарамын деген ниетпен қара дуа жасайтын жандарды іздестіре бастады. Анасының бұл ойын өзінен басқа екі есті шайпау бір құрбысы білетін. Өз баласының тағдырымен ойнағалы отырған ана бір қара күйіштің иесі қатынға келді. Үйінің бір бөлмесіне кірген бойда Бақтиярдың анасының жүрегі дірілдеп, денесі қалтырай бастады. Алдында отырған дуа жасаушы қатынға сөйлеуге шамасы келмей, тек сөмкесінен Бақтияр мен Тұмардың бірге түскен суретін шығарып берді. Ажырастыру керек дей берді. Екеуінің суретіне қарап отырды да, бұл жұмыстың ақысының көп екенін айтты. Егер қайтарған жағдайда не баласына, не өзіне бірдеңе болатынын айтты. Ана келісті. Өзінен жауап күтуін айтқан дуа иесі өз жұмысын бастап та кетті. Күндер өтіп жатты. Бақтияр мен Тұмардың арасында тылсым күш пайда болғандай, сәл нәрсенің үстінде керісіп, ұрысып шығатын болды. Біраз уақыттан кейін манағы күш жоқтай бір-бірін түсінесе алмай дал болатын. Күннен күнге өршіген бұл жайт екеуінің орталарын алшақтата бастады. Ең сорақысы, бұрынғыша анасын тастамай айтып, ұрыс үстінде сыртқа шығып кетіп келмей анасының қасында қонып қалатынды шығарды. Тіпті анасының сөзіне еріп, аз уақыт ішінде ағайын жолдастарының қызымен танысып, кездесіп те жүргенді. Тұмар Бақтиярдың бұл қылықтарын түсінбей, қай сасқаны деп, әр сұраққа бір жауап таппай, жылаумен таңын атқызып, кешін батқызатын. Оның әрекетінің түбі ақыры бір отбасыға қайғы мен көз жаса келді. Соңында ештеңенің байыбына бармай, Бақтияр Тұмардан кетіп қалды. Ана дегеніне жетті. Тұмар баламен тағы да жол ортасында жалғыз қалды. Әке мен шешеге баруға бет жоқ. Бірақ өмір өтіп жатты. Бірақ Тұмар мен Бақтияр өмір жолында бір-бірімен көрместей ажыра кете алмай әлі жүргенді. Арадағы тылсым күштің ең соңғы сатысы күшті болғаны соншалық. Бір ай көлемінде Бақтияр басы айналған қой секілді айналып қалғаны ма? Отбасылық достарының қыздарына үйленіп тынды. Ал Тұмар тек аурудан көз ашпай, тағдырдың тәлкегінде қалды. Бақтияр үшінші рет отау құрып, өз отбасының қасында болды. Анасының қалағаны осы еді. Басында бәрі керемет еді. Артынан спектакльдің жарнасы ашыла бастады. Жаңа түскен келін енесінің қулығы мен арамдығын біліп, бір нәрсеге қит етсе болды, енесіне тіке шабуылға шығатын болды. Бақтияр жоқта қол жұлысып жағаласып та қалатын. Жердегі тастан бас тартып, аспандағы айға ұшқан ана өзінің қызындай жас қатынмен ырылдасып отыратын. Ене-енелік зілінен қалғанды. Келінінің қулығы өзінен алысып, арыстанша ақырып елге жеткен даусы тырнағындай келін баласына жетпеді. Ананың көңіл күйі болмады. Мәдина мен Тұмардың обалы еш уақытта жібермесі хақ еді. Бірақ өз қарабасын ойлаған шеше, жақман боқмұрын қатынға
берілмесі анық. Жиған тергенін алып, баяғы дуа жасаушы қатынға тағы келді. Келгендегі мақсатын айтып еді. Дуа жасаушы әйел бұның да ақысы көп болатынын айтты. Және ертеңгі күнге өзің жауап беретінін де айтты. Бар ойы манағы үйдегі тырнақтай қатыннан құтылу еді. Берген нәрсесін әкеліп келіннің киімдеріне түйреп қойды. Арада аз уақыт өте, манағы келін мен бала ит пен мысықша ырылдасып қалатын болды. Не дегенмен қара күштің әсері күштірек болғаны ғой. Ақыры баласын айырып, үш қатынды жіберген мешкей атандырды. Анасы өз қара басының қамымен жүріп, баласының күйінде түсінбеді. Тұмар болса, ата-анасымен бірге тұрып жатты. Оның осылай аурудан көз ашпағанына ата-анасы алаңдап жақсы тәуіп молдаға барды. Ол кісі Тұмарды қарап, оның отбасы дуа кештен дуалағанын және кім екенін өзің білесің деп, емін жасап шығарып салды. Емін алып жүріп ол қайта-қайта түсінде енесінің қара киіммен келіп, өзін шұңқырға итере бергенін көретін. Келесі еміне барғанда түсін тәуіп молдаға айтып еді. Ана кісі басын шайқап отырып, сен де анасың, кешір оның шешесін. Мен сенің бойыңдағы дуаны оқып тазалаймын. Бұл жаман нәрсе өз иесін табады. Бірақ оның қалай табарын, жазасын қалай аларын бір Құдайға аян деді. Тұмар келісіп, 40 күн манағы кісіде тазаланып, емін алды. Осылайша күндер өтіп жатты. Кешкісін баласымен көшеде жүрген Тұмар Бақтиярға жолығып қалды. Ол тіпті бұрылып қарап, амандасқысы да келмегенді. Бірақ бұларды көрген Бақтияр қоярға қоймай тоқтатып алды. Амандасып, Тұмарды сөзге тартып сөйлеспекші болып еді. Қашқақтап тұрған Тұмардың қылығын байқап жай ғана баласы екеуін жібере салды. Осы кеште өткеннің тасы ауыр болды ма? Бақтияр жолдастарымен көңіл көтеріп сылқия ішімдікке тойып алды. Сол кафеде есеңгіреп отырған, орнынан тұра алмай отырған Бақтиярдың иығынан біреу түртіп, «Бақтияр, сенбісің? Массың ба? Сен ішпеуші едің ғой. Не болды саған?» деді. Бақтиярдың иығынан түртіп сөйлеген ол Мадина болатын. Орнынан әрең тұрып, артына бұрылған Бантинаны көріп, өзінен өзі қысылып не деп жауап берерін де білмеді. Артынша Мадинаны жолдастары дастархан басына шақырып жатты. Ол да тез сол жаққа жүгіріп кетті. Есін кіресілі шығасылы жинаған Бақтияр далаға шығып, такси көлігін тоқтатып үйіне қарай жөнелді. Анасы баласының мұндай түрін көріп, есіктен кірер-кірместен айқайға салды. Анасының сөзін естімеген Бақтияр төсегіне келіп құлады. Таң атты. Басы зілдей болып оянған Бақтияр біраз бауыр ауыртатын сөзді анасынан естіп артынша ілініп салынып жұмысқа кетті. Күнде болмаса да ара-тұра өзінің шаршағанын басу үшін ішімдікке баратынды шығарды. Бұл қылығы анасына ұнамайтын. Қой ішпе дегенмен Бақтияр одан бас тарта алмады. Арада уақыт зырғып өтіп жатты. Тұмар да жұмысқа тұрды. Өмірі бір арнаға тұрақталып келе жатқанда көздің қара кеші еді. Бақтияр жұмыстан қайтпай, жұмыстағы жігіттермен қыдырып кеткенді. Анасы да жолдастарының туған күнін тойлауға қала сыртына кеткен. Түн ортасында қайтып келе жатқан кезде анасы отырған көлік қарсы бетте келе жатқан көлікке соқтығысып, үлкен көлік авариясы болды. Бірнеше адам сол жерде жан тапсырса, Бақтиярдың анасы мен бір көлік жүргізушісі ауруханаға ауыр халде жеткізіледі. Көңілін ішіндіктен басып отырған Бақтиярға бөтен өмірден қоңырау шалынған болатын. Бірақ Бақтиярдың көтеруге құлқы да жоқ еді. Уақытын өткізіп үйіне келген Бақтияр тіпті анасының жоқтығында байқамады. Таң атты. Есік тарсылдап қағылып жатты. Ұйқысын әрең ашып, сүйретіліп ашқанда туған нағашы ағасы екен. Бар жағдайды атып, арасында ұрсып талды. Бақтияр өзін кінәлі сезінген үнсіз, мелшиіп тұрып қалды. Біраз үнсіздіктен кейін жиналып, анасы жатқан ауруханаға жөнелді. Жақын жерде орналасқан аурухана Бақтиярға жеткізіп болмады. Әрең деп жеткенде анасының қатаң комаға түсіп кеткенін, сүйектерінің 14 жерден сынғанын естіп, тіпті есеңгіреп қалды. Тек енді анасының оянғанын күту керектігін айтты. Күн өтті, апта өтті.
Ай өтті. Бірақ анасы өзгеріссіз аппаратпен дем алып жатты. Осы аралықта көлік жүргізушісі комадан оянбастан бақилық болып кеткенді. Күнде кешке анасына кінәлі сезіммен келіп, анасын көріп жылайтын. Уақыт өтіп жатты. Бірақ анасының жағдайы сол баяғысы. Қайдан өзі жасаған іс-әрекеті үшін жазаланып жатқанын, әлде бейнеті ме екені кім білген? Бақтияр болса, сол баяғыша анасына ауруханаға келіп, кетіп жүрді. Ауыр жағдайдан Тұмардың да отбасы хабардар еді. Олар да қолдарынан келгенше көмек қолын созатынын айтып, үлкен бастарын иіп, анасына келіп адамдық көңілдерін білдіріп кетті. Бақтиярға жаны ашыған Тұмар кейде тамақ пісіріп, інісінен беріп жіберетін еді. Әйелі жоқ еркектің күйі күйме. Арада осылай жүргенде 3-4 ай өтті. Анасы комадан оянып, есін жинағанын естіген Бақтияр ауруханаға ұша жөнелді. Келсе анасы ояу, естіне ештеңе түсіре алмай, тек төбеге қарап жатыр екен. 14 жерден сынған сынық тұла бойды ауыртып жанды жегенде анасының жан даусы шығатын. 6 ай ауруханада жатқан анасы үшін ең бейнетті, сорақы күн осы күндер еді. Алланың қалауы осы ма? Анасына үйге шыққанында да күтуін керек екенін дәрігер Бақтиярға айтты. Ол өздігінен әжетханаға бара алмайтынын, омыртқа бойына зақым келгенін, жүре алмайтынын, аяқ-қолдың шегеленген жерлердің біту керектігін, жазылып кетуіне уақыт керектігін айтқанды. Анасының ендігі өмірі қол арбасына байлаулы өтетіні Бақтиярдың жанына қатты батты. Анасын ауруханадан шығарып алып, үйге әкелді. Анасы үшін күтім жасауға телефон қоңыраулары арқылы адам іздестіріп отырды кеш қарая. Бұны естіген анасы балаша егіліп, солқ-солқ етіп жылап жіберді. Баласына көз жасын көрсеткісі келмей, теріс қарап ұйықтағандай болып жата берді. Бақтияр келіп, мама деп еді. Естімеген сыңай танытып, сол күйі жатты. Күн өтіп жатты. Анасына қарайлайтын әйел кісі де келіп кетіп жүрді. Тамағын әзірлеп, әжетханасына отырғызып, қолынан келген күтімін өз еңбегіне жасап жүрді. Анасының енді жүру мүмкіндігі жоқ болатын. Анасының ақырған арыстандай айбатынан ештеңе қалмаған ұры, мысықтай жаптаған көздері қалды. Ендігі күні сол күтуші әйелдің қарауына қалды. Бақтияр сол баяғы жалғыздықта өмірі жалғасып жатты. Іштей бұрынғы отбасын ойлап, қосылғысы келсе де, оған оның батылы мен ұяты жібермеді. Себебі, өзінің қылықтары мен іс-әрекеттеріне бола, іштей қысылып, жынданып қоя салатын. Өмірдің жақсы парағын ашқысы келгенмен, Бақтиярдың оған мүмкіндігі тіптен аз еді. Барлық тірі адам үшін тіршілік күнмен түнмен өтіп жатты. Тұмардың жүрегінде Бақтиярға деген сезімі мен сағынышы тұғылулы жатқанды. Бірақ ол сезімді шығарып, Бақтиярдың қолынан ұстап бірге кетуге, болған жағдайлармен өз ата-анасына насып өте кете алмады. Бір жағынан да баласын ойлап қынжылатын. Ал Бақтиярдың анасының ойына ештеңе кіріп те шықпайтын. Алланың жаратқан пендесінің туап өткен болмысын ешкім өзгерте алмайды деген рас екен. Сәл қуат жинаған Бақтиярдың анасы баяғы қалпына еніп, күнде бір қылық шығарып отыратын болды. Оның күтушісі де мезі болған соншалық есіктен қарамастан шығып кететін. Кейде баласы да анасының ызыңынан мезі болатын. Өзінің басында болып жатқан жағдайды жан-жағынан көріп, ананы-мынаны кінәлап отыратын. Әлің жетпесе қол шоқпарды беліне байлама деп бекерге айтпаған екен. Себебі, анасы күнде баласына келін керек деп қақсалдап айтатын да отыратын. Бірақ Бақтияр енді үйленбейтінін, келесі келетін қыздың обалына қалғысы келмейтінін айтып, анасымен сөзге келісіп қалатын. Ол тіпті үйленіп отбасы болуға да құқығы жоқ еді. Ал Тұмарды әкелуде айтса, шешенің шірік нан піскен көкірегі оған рұқсат та бермейтін. Содан болар Бақтиярдың ешқандай таңдауы жоқ жүргені. Осылай жүргенде арада жылда өтті. Екі ойлы болып жүрген Бақтияр бәрінен де кешіккенді. Себебі Тұмар үшін жұлдызы жарық болып жанған күн еді.
Ол өз адамын жолықтырғанды, есейгеннің белгісі болар. Құр-махаббат сезімнен ешқандай өмірлік азықтың жоқтығын түсінді. Тұмар бәріне рұқсат беріп, таныстарының баласына күйеуге шығуға келісті. Екеуі де өмірдің ажырасу соқпағынан өткен жандар екен. Осылайша Тұмар үшін өмірдің жаңа парағы ашылды. Ол жақын арада тұрмысқа шығып, туған-туыстардың арасында мерекелік кеш ұйымдастырып қана атап өтті. Жолдасы Алматы қаласында жұмыс жасағандықтан, ол да бірге үлкен шаһарға кетуі керек еді. Іштей туған жерді, үйді, сүйген жанын қимай, жылы естеліктерін тастап, Тұмар кете барды. Бақтияр үшін бұл жағдай өте ауыр болды. Себебі, өзі үйленгенде Тұмардың қандай сезімде болғанын білгендей, ол тіпті баласының басқаны әке дегенін естігенде жүрегі 40 бөлшекке бөлініп кеткенді. Өмірдің талабы осы болды екеуі үшін де. Тұмар баласын алып, алыс мекенге кетті. Тұмардың жүрегіндегі үлкен қорқынышымен жарынға сенген сенімі қатар жүргенді. Бақтияр болса, соңғы рет баласымен оның анасын көріп, аз ғана уақыт тілдесіп, қимай ғана бақыт тіледі. Бақтияр өзінің үлкен қателік жасағанын және сол қателіктің басы бірінші некесінен басталғанын түсінгенмен, амал не, кешеді. Анасы ол бұрынғыша сөйлеп қалған, аузы жабылмасы хақ. Бақтиярға тағы бір қатынды жар етіп, алып беруді жатса да, тұрса да шыр етіп жүретін. Елден қай жерін кем? Әне, ана қатыныңа бай табылғанда, сыйға неге қатын таппасқа? Қашанғы жүресің осылай? Мен қашанғы жүремін дейсің? Адамыңды тап, қосыл деп үнемі дастархан үстінде үйде жүргенде айтады да жүреді. Өскен ағаш қалай шықса, солай қалатыны секілді анасы да сол күйі. Ол тек өз қамымен, өзіне керек нәрселермен айналысып, өзінен басқа жан жоқтай өмірін сүріп жатты. Бақтияр жұмыс үй деп екі ортада жүре берді. Өмір өз жалғасын тауып өтіп жатты. Тұмардан ешқандай хабар болмады. Тек ара-тұра Бақтияр Тұмардың құрбылары арқылы оның жақсы тұратынын, бәрі жақсы екенін біліп, іштей қуанып жүретін. Ең бірінші жары Мадинамен де араласпаса да, оны кейде сырттай даладан көріп қалатын. Оның да отбасында бәрі жақсы екенін біліп қуанатын. Амал қанша, өзі бақытты ете алмаған жарлары біреумен бақытты. Маңдайға жазғанды көремісің деп үшінші әйелден тіпті хабарда жоқ. Анасының дегені болмай қоймады. Ақыры Бақтиярды үйлендіріп тынды. Тынғаны сол екен, жасы келіп шыққан қыз, енді келін, енесін баққысы жоқ еді. Өз қолы өз аузына жеткен, жұмысы бар, жан-жағын таныған келін үшін үйде отырып ене қарау, ол үшін мүлдем таңсық емес еді. Артық адам келгені жақтырмайтын келін дегеніне жетті. Ол өз қалаулы мен Бақтиярды да, анасын да билеп тынды. Осылайша жақтырмаған көздермен алысып, ененің күні өтіп жатты. Қыстың кезі болар, анасы қатты ауырып төсек тартып қалады. Енеге қарайтын келін бе, дені сау адам өз жағдайымен жүре берді. Енесінің көңіліне жағдайына қарап, жатқан тірі жан жоқ еді. Қарап бір нәрсе жасаса да, жек көрініш көзбен жасайтын. 2 жылдан астам төсек тартып жатқан ананың тілегі алып кете қойшы деген ажалда келіп болмады. Денесінде әлі жоқ ананың күйі ме? Үйдегілердің көзіне бәле болған жан екенсің дегенге қалған ана үшін жылап көнуден басқа амал жоқ. Бақтияр болса, шешесіне келіп халін білмек түгіл, есігінен ашып қарамайтын. Себебі қасына барып жақындаса, әйелді жамандайтын әдеті бар еді ғой. Ол да өз құлағының тыныштығы мен үйінің берекесін ойлайтын. Елге кезінде істеген алдына келіп жатқандай, ана байғұс Құдайдан кешірім сұрап әлек. Қазақ бекерге айтпаған, жаманшылықтың да жақсылықтың да алар есебі бар деп. Дуа жасап бала тағдырымен ойнаған ананың да жазасы осы шығар. Шықшы деген жаны шықпай, екі көзі жәутеңдеп мүсәпір болып жатқанына, Алланың жазған сызығын адамдардың тағдырымен ойнауға ешкімнің құқығы жоқ. Бірақ мына қатыгез өмірде 2 жасқа жалпы адам баласына әсер етіп дүниелер көп. Сол секілді баласының маңдайына жазылғаны да осы шығар.
анасының ісінің берекесі шығар. Жалғыз баласының өміріне араласып, тағдырын сан жаққа бұрмалағаны. Мүмкін ең бірінші некесі Мадинамен қалғанда Алла оларға басқаша несібе, ырзық берер ме еді? Бір емес, бірнеше тағдырдың жолын тоғыстырып, ажырастырып тынған шешенің ұтқаны не? Ең соңы өз орнына түсті. Бала ол өз отбасымен қалды. 3 рет аузы күйген бала, ананды тыңдамасы анық. Бойында қауқары жоқ ананың осы уақытындағы сәтіне көнбесіне амал жоқ. Тұмар да бұл өмірдің бір кезген парағындағы жан. Онымен кеткен Бақтиярдың баласы да әкені қанын іздеп келері анық. Ол баланың да тағдыры ойыншықтың сылдыры секілді сылдырлатып, ойыншылық секілді соққызып жіберді. Біз ойлаймыз, сәбидің не жазығы бар деп. Шындығында жазығы жоқ. Осындай мыйсыз ақымақтардың кесірінен шайтани тірліктің жауабы осы ғой. Біз ойлаймыз, пендешілікке салынып, қара ниетті адамдар жазаланбады, күшті өмір сүріп жатыр деп. Шындығында олар күшті өмір сүреді де, манағы тағдырымен ойнап, өмірін талқындағандардан азаптан басқа көз ашпай жүреді. Бірақ Алланың өз тарапынан берер жауабы әр кезде де бар. Тек бір сорақысы, қанша адамды жылатып, бақытсыз еткен ананың қазіргі ауырып қиналғаны кімге керек? Кезінде сол қара күшті жасап, 2 жасты айырып қаншама көз жас төгілді. Ендігі жатқанында ешкімге де керек емес. Себебі әркім өз жолын тапты, өз несібесін тағдырынан алды. Бір қателіктің үлкен қателіктер болары анық. Осымен әңгіменің соңы.